Қазақстан Республикасының кеден іс туралы кодекске сәйкес кедендік декларациялаудың өзіндік рәсімі бар. Жалпы тауарларды кедендік декларациялаған кезде мәлімделген арнайы рәсімдерге және де тауарларды өткізетін тұлғаларға қарай декларациялаудың келесі түрлері бар. Біріншіден, тауарларға арналған декларация, екіншіден, транзиттік декларация, үшіншіден, жолаушыларға арналған декларация, және төртінші түрі ең көп тараған түрлердің бірі бұл көлік құралдарына арналған декларация. Заңға сәйкес барлық кедендік декларациялауда көрсетілетін жаңа жайттардың барлығы мәліметтердің тізбесі, кедендік төлемдер мен салықтарды есептеу мен алу, жаңағыдай статистика, бақылау нысандары және де кеден одағының кеден заңнамасын және Қазақстан Республикасының өзге заңнамаларын қолдану үшін қажетті мәліметтермен ғана шектеледі. Егер де тауарларға арналған арнайы декларациялауда және де транзиттік декларациялауда көрсетілген мәліметтерде тауарлардың санаттары, оларды өткізетін тұлғаларға көлік түріне қарай Қазақстан Республикасы кеден одағының комиссиясының шешімімен және де бұл кеден одағының комиссиясының шешімімен көзделсе, Қазақстан Республикасы заңнамасымен қысқартылуы мүмкін. Әрине, бұл операциялардың барлығы Қазақстан Республикасының кеден іс туралы кодексіне сәйкес немесе кеден одағының шешімімен немесе Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттермен жасалған халықаралық шарттардың негізінде жүзеге асырылып отыруы тиіс. Тауарларға арналған декларация бұл арнайы кедендік транзит кедендік рәсімін қоспағанда арнайы заң бойынша жүзеге асырылатын кедендік рәсімдеуге орналастыру кезінде Қазақстан Республикасы кеден органдарына тауарларға арналған декларация табыс етілу негізінде жүзеге асырылып отырады. Егер де тауарларға арналған декларацияда, оның ішінде егер де тауар кодталған түрде мына негізгі мәліметтер көрсетілуі мүмкін. Біріншіден, мәлімделген кедендік рәсім, екіншіден, декларант, кеден өкілі, тауарды жөнелтуші және алушы туралы мәліметтер. Үшіншіден, тауарлардың халықаралық тасымалдау үшін қолданылатын көлік құралдары және оларды кеден одағының кедендік аумақ арқылы бақылау мен тасымалдау туралы мәліметтер. Бесіншіден, тауарлар туралы арнайы мәліметтердің атауы және де сипаты болуы тиіс. Егер де сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша тауарлардың сыныптау коды, шығарылған елдің атауы, жөнелтілген елдің атауы, орамдардың сипаты, саны, түрі, таңбалану реті, олардың реттік номерлері, килограмм, оның ішінде брутто салмағы, нетто салмағы және де басқа да өлшем бірліктерінің болуы негізі осы тауарлардың арнайы декларациялануының негізінде көрсетілуі тиіс. Сонымен қатар кедендік декларацияны берудің арнайы мерзімі бар. Заң бойынша кеден одағының кедендік аумағында әкелінген тауарларға арналған арнайы заңдық декларация егер де өзгеше белгіленбесе, белгілі тауарларды уақытша сақтау мерзімі аяқталғанға дейін беріледі. Арнайы заңға сәйкес кеден одағының аумағынан әкелінетін тауарларға кедендік декларация, соның ішінде арнайы кеден іс туралы кодекске сәйкес арнайы кеден одағының кедендік аумағына кеткенге дейін уақыт берілуі тиіс. Сонымен қатар қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық қаруы, құралы немесе мәні болып табылатын тауарларға қайтару туралы шешім қабылданған және де осы арнайы заңға сәйкес кедендік декларация жасайтын тауарларға қатысты кедендік декларациялау біріншіден қылмыстық жауапкершілікпен босату туралы шешімі болса, екіншіден әкімшілік жауапкершілікпен босату туралы кеден органдарының шешімі болса, үшіншіден соттың немесе кеден органдарының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы шешімі болса, төртіншіден соттың немесе кеден органдарының әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Осыған қатысты бұл операциялардың барлығын жүзеге асырып отыратын тұлғаның бірі ол декларант. Декларант дегеніміз кім? Декларант кеден одағына мүше мемлекеттің сыртқы экономикалық мәміле жасасқан тұлғаның, оның ішінде соның атынан осы мәміле жасалған сыртқы экономикалық мәміле болмаған кезде тауарларды
иемдену, пайдалану және оларға билік ету құқығы бар тұлға болып табылады. Егер де тасымалдаушы, оның ішінде Қазақстан Республикасының кеден тасымалдаушы, экспедитор, егер де ол кеден одағының мүше мемлекеттің тұлғасы болып табылатын болса, ол әрине декларант ретінде операцияларға қатыса алады. Сонымен қатар заңда белгіленген декларанттың арнайы құқықтары бар. Оған келетін болсақ, біріншіден декларант кедендік бақылауды тауарларды қарауға, өлшеуге және жүк операцияларын орындауға толық құқығы бар. Екіншіден, кеден органдарының лауазымды адамдары тауарлардың арнайы кедендік қарау мен тексеріп қарау кезінде жеке тұлғалардың сынамалары мен үлгілерін алған кезде қатысуға толық құқығы бар. Және де өздері декларациялайтын тауарлардың кеден органдарында бар сынамалары мен үлгілерін зерттеу нәтижелерімен танысуға толық құқығы бар. Кедендік декларацияны беру және тіркеу. Арнайы кедендік декларациялар декларант немесе кеден өкілі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес арнайы декларацияларды тіркеуге толық құқығы бар. Егер де кеден органдары арнайы операцияларды, оның ішінде электрондық көшірмелерін немесе қажетті мәліметтердің, құжаттардың берілген күні мен уақытын, оның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып белгілей алады. Егер де арнайы белгіленген тауарларды уақытша сақтау мерзімі кеден органы тауарларды уақытша сақтауға орналастырғаны үшін ұсынылатын құжаттар тіркеген күннен кейінгі күннен бастап есептелуі тиіс. Сонымен қатар заң бойынша тауарларды уақытша сақтаудың мерзімі аяқталғаннан кейін арнайы кедендік рәсімге орналастырылмаған тауарлардың кеден органдарында сақталады. Ал олардың жалпы бақылаудың негізі арнайы заң бойынша жүзеге асырылып отырады. Жалпы тауарларды кедендік декларациялау бұл жаңағы Қазақстан Республикасының территориясына әкелінетін немесе әкетілетін және де уақытша сақталатын немесе жаңа кедендік рәсімнің 17 түрінің бірімен жүзеге асырылатын операциялардың кезінде толтырылатын арнайы ең басты құжат. Жалпы декларация дегеніміз не? Декларация дегеніміз жоғарыда атап өткенде тауарға қатысты барлық мәліметтерді қамтитын ресми құжат. Оны толтырушы адам бұл декларант. Декларант ретінде Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Жалпы декларацияны ұсынудың өзіндік рәсімі бар. Бұл рәсімнің жалпы ережелері Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы кодексте белгіленіп рәсімделеді.